Абай үшін сотталған Қайым Қазақ СССР гимнін қалай жазды? Абай үшін сотталып, ұстазы Мұхтар Әуезовті сатпағаны үшін қуғын көрген Қайым Мұхамедханұлы деген әйгілі ғалым болғанын білесіз бе? Қайымның әкесі Мұхамедхан Сейітқұлұлы белгілі алаш меценаты, атақты Абай журналын шығарған қазақ. Мұхамедхан репрессияға ұшыраған зиялы. Қайым сондай өжет әулеттің тұқымы. Абайдың әдеби мектебі диссертациясын қорғау еліміздің тарихындағы елеулі оқиғаның бірі болды. Диссертация қорғалды, бірақ ұстаз бен шәкірт Әуезов пен Мұхамедхановты айыптау тоқтамады. Нәтижесінде Мұхамедханов Абай мұражайы директор және оқытушы қызметінен босатылды. 1951 жылы 1 желтоқсанда тұтқынға алынып, ол Семей және Алматы НКВД түрмесіне, Қарағанды лагеріне қамалды. Бірақ шектен шыққан азаптаулар Қайымның ерік жігерін сындыра алмады. Ол халық мақтанышына айналған Абай мектебін сақтап қалды. Ол кезде Абай шәкірттері буржуазияшыл ұлтшылдар қатарына жатқызылды. Тек бір идеология – марксизм, ленинизм мектебі мойындалды. Ұстаздың шәкіртіне берген үшінші тапсырмасы бұл Абай сөзінің түпнұсқасын сақтау. Абай сөздері ондаған жылдар бойы бұрмаланып жарияланғаны белгілі. Қайым 1940 жылдардан бастап және өмірдің соңына дейін Абай шығармаларының текстологиясымен айналысты. Ол Абайдың барлық өлеңдері мен поэмаларына түсініктеме жазды. Сонымен ойшыл ақынның ерекше сөздерінің тазалығын сақтады. Абайдың 31 өлеңін нақтылап, ақынға тиесілігін анықтады. Қайым Мұхамедханов Абай, Шәкәрім, Әуезов, алаш зиялыларының шығармашылығын зерттеудің тұтастай ғылыми бағытына жол салды. Ол Қазақ СССР мемлекеттік гимні мәтінінің авторы. 27 жастағы жас жігіт 1943 жылы конкурс жеңімпазы атанды. Республика гимнінің алғашқы жолдары ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған деп басталады. О заманда мұндай жалын атқан сөзді тек нағыз патриот қана жаза алатын. Бұл мәтін 30 жасар композитор Мұқан Төлебаевты музыка жазуға шабыттандырды. Бұл гимн бірнеше 10 жылдықтар бойы айтылғанын ұмытпаған жөн. Қайым өз заманының батыры болатын.